Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін етті бәліштің рецептісімен бөлісетін боламын. Бұл бәліш өте шырынды, қамыры қатпарлы болып шығады. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Ең алдымен қамырын жасайтын боламын. Ол үшін мұздатқыштан алынған сары майды осылай ұнға ауната отырып, үккіштен өткізіп аламын. Содан кейін ұн мен майды жақсылап тұрып, осылай қолымызбен араластырып аламыз. Келесіде қаймақты өлшеп аламын. Құрамын және мөлшерін описанияда қалдыратын боламын. Осы қаймаққа бір жұмыртқа қосамын, шым-шым тұз және осыны жақсылап тұрып араластырып аламын. Ұнға бір шай қасық разрыхлитель қосып, жақсылап тұрып араластырып алып, үстінен жаңағы дайын болған сұйықтық массаны құйып, қамырымызды илейміз. Басында осылай қасықпен араластырып алып, артынан қолымызбен жұп-жұмсақ қамыр илейміз. Егер жаңағы қамырыңыз қатты болып, басы бірікпей жатса, қаймақ қосып жіберсеңіздер болады. Менде осындай жұп-жұмсақ қамыр иленіп шықты. Енді осы қамырды целлофанға салып, тоңазытқышқа жарты сағатқа қойып қоямын. Мен салманы дайындап қойдым. Фарш менде сиыр етінен, сонымен қатар бір бас картошка және оған тұз, бұрыш қосып дайындап алдым. Қамырды екіге бөлемін. Астына жаятын қамырды үлкендеу, ал үстіне жаятын қамырды сәл кішіректеу қылдырып кесіп алдым. Оны себе отырып, қамырымызды жайып шығамыз. Қамырдың қалыңдығы видеода көрсетілгенде 3-4 мм болу керек, және осы қамырымызды формамызға жайғастырамыз. Екінші қамырды дәл солай жайып шығамын. Формамызға салманы салып, пирогтың бетіне жабамыз. Артық қамырды оқтаудың көмегімен алып тастаймыз. Бұл қамыр бізге қазір оформленияға керек болады. Пирогтардың шетін осылай қысып бекітіп аламыз. Пирогтың шеті ашылып кетпес үшін мен тағы бір рет фиксация жасаймын. Ол үшін осылай тағы бір рет шымшып, осындай узор жасап шығамын. Салмамыз толығымен пісу үшін осылай ортасын кесемін. Қалған қамырдың басын біріктіріп, жайып аламын да өзіме керекті формаларды кесіп аламын. Бұл жерде мен гүл жасайтын боламын, сонымен қатар жапырақтар болады. Сол үшін осындай домалақ қылдырып кесіп аламын. Және видеода көрсетілгендей осылай 5 домалақ қамырды бір-бірінің үстіне қойып, орап, ортасынан кесіп, осылай 2 гүлді шығарамыз. Менде 6 раушан гүлі шықты, және қалған қамырдан осылай жапырақтарын кесіп аламын. Және бәліштің үстінен осылай гүлдерімізді, жапырақтарымызды орналастырамыз.
соңында осылай жұмыртқаның сарыуыздығын пирогтың бетіне жағып шығып, үстінен кунжут себеміз. Сосын алдын ала қыздырылған пеште 180 градуста 40-45 минут көлемінде етті бәлішімізді пісіріп аламыз. Біздің етті бәліш дайын, және толық суығаннан кейін формадан алып, қонақтарыңызға ұсынсаңыздар болады. Рецепті сақтап алып, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыздар.